Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгін мен сіздермен өзімнің арнамда біраз мәселелерді талқылауға тырысамын. Талқыламас бұрын ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басу және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге лайк басу қиын емес, осы нәтижесінде YouTube менің арнамды дамытады, аудиториямды кеңейтеді. Құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, бүгін интернет өресте бір ақпарат жүр. Осы ақпарат бойынша біздің Қазақстанымызда Ресей Федерациясының әскери тарих бірлестігі филиалы ашылып жатыр. Осы бірлестігінің басшысы аты қазақша, тегі қазақша, бірақ менің ойымша жүрегі қазақ емес. Сонымен осы бірлестігі әскери тарих бірлестігі. Соған ғана қарасақ, неге шетел мемлекеттің соғыс жағынан біздің тәуелсіздік Қазақстанымызда осындай филиал ашылып жатыр? Оларға не өздерінің жерінде ешқандай жұмыс жоқ па? Неге олар біздің жерімізге кіріп, біздің әскери тарих жағынан өздерінің ойларды біздің адамдарымызға құйып жатыр? Қайда осы біздің арнайы мемлекет органдар қарап жатыр? Осы әскери тарих бірлестігі олар тек қана идеология жағынан біздің адамдарға өздерінің ойын кіргізеді. Ешқандай көмек Қазақстанға бермейді. Олар осы біздің Семейдің ядролық полигон туралы айтпайды, қандай кедергі біздің халыққа жасаған. Олар тек қана Ұлы Отан соғыстан бастап, біз бірге осы соғыста болдық деп басталады. Содан кейін ары қарай терең кіреді. Біздің барлығымыз, ата-бабаларымыз осы соғыста қатысқан. Біз осы жағдайды біліп, олар жеңіл күшімен кіріп, ары қарай барлық біздің тарихымызды қарап, бізге конференция, семинар, дөңгелек стол өткізіп, бізге барлық біздің тарихымызды, біздің бұрынғы тарихымызды өз жағынан қарастырып, бізге береді. Сонымен осындай менің ойымша олардың бірінші мақсаттары бар. Олар біздің халыққа, біздің тарихшыларға ақпарат берді. Кіріңіз біздің бірлестігімізге, бірге жасайық тарихты, әскери тарихты. Қандай жақсы Ресей Федерациясының бірлестігі бізге, Қазақстанға тәуелсіздік үшін жұмыс атқарып жатыр. Ешқашан олар сондай жұмысты атқармайды. Біріншіден көріңіз, біздің Қазақстанымызда қазір қазақтардың атамандары өздерінің әскери киімді киіп жүр. Ешкім оларға ештеме айта алмайды. Олар ұялмай, мен қазақ әскерлерінің атаманы деп. Солай айтса, атаман болса, сонда біздің Қазақстанымызда қазақтардың әскерлері бар. 300 жыл бұрын олар осыған бізге кіріп, біздің барлық жерімізді жаулап алған. Қазір ұялмай біздің жерімізде жүріп жатырмыз. Біраз біздің адамдарымыз, офицерлер, генералдар оларды қолдап жүр. Менің ойымша бұл өте жаман. Негізі осы біздің қазағымыз түсінбей ме, сол қазақтар бізге тек қана біздің мемлекетімізге, хандығымызға кедергі жасайтын бірлестігі. Оларды жою керек. Қайда біздің арнайы мемлекет органдар қарап жатыр ма? Осыларды жоймай, қазір тағы да бір бірлестігі Ресей Федерациясының бізде ашылады ма? Сонымен менің ойымша, біз осы жұмысты арнайы органдар осы бірлестігі тоқтамаса, ешқандай жақсылықты көруге келешекте болмайды. Тек қана кедергі жасайды тәуелсіздігімізге. Құрметті қазақ елі, барлық азаматтарға менің айтатым, өздеріңіздің ой пікіріңізді жазыңыз, айтыңыз.
Неге осындай жағдайға біз келіп жатырмыз? Неге біздің арнайы мемлекет органдар осыған дұрыстап қарамайды? Ресей империя өздерінің жұмысын 300 жыл бұрын бастаған. Ары қарай кеңес мемлекет осы жұмысты ары қарай жасаған. Қазіргі уақытта Ресей Федерация империялық олардың идея кетпеген. Олар ары қарай барлық Орта Азияны жаулап, өздеріне қосуға жұмыс атқарып жатыр. Сонымен құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, осы ақпаратты тыңдап, өздеріңіздің ой пікіріңізді айтыңыз, комментарийға жазыңыз, лайк және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Барлық өздерінің чаттарға таратыңдар. Осы жағдай бізге ешқандай жақсылық әкелмейтін келешекте. Сау саламатта болыңыздар.